Біреуге ор қазба. Авторы Ахнабат Айтуова. Бұл үйде жұртпен бірдей таң атып, күні батып, біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүріп жатқан шағын отбасы болды. Үлкен ұлдары Елдос студент боп, Астанаға заңгерлік оқуын оқыса, екіншісі Жандос Қарағандыға мұғалімдік мамандығын таңдайды. Екеуі де екі қалада жүріп, жатақханаға орналасып, бір мезгіл оқыса, бір мезгіл қасындағы достарымен жұмыс істеп, кішігірім ақшаларын жинап, депозит ашып, тірлік қып жүрді. Қасындағы достары сияқты қыдыруға, студенттік өмірдің қызығына қанып, ақшаларын шашып жүруге де болатын еді. Бірақ Астанадағы заңгерлік оқуын оқып жатқан ағасының тапсырмасы мықты, әрі бұлардың отбасы үшін шамалы болса да оңтайлы шешім болды. Бұлар ақшаны әкесіне арнап жинады. Оның денсаулығында кінәрат болып, әуелі нақты диагнозын қоя алмай жүрді. Біршама уақыттан кейін бір отбасын күңіренткен ауыр диагноз келді. Қазақтар ол аурудан қорқып атын да атамайды, жаман ауру дейтін. Қиыны сол, уақыты өтіңкіреп денеге сіңіп кеткен болып шықты. Үйде әкесінің қасында анасы мен кіші қарындасы қалған. Кішігірім жиған тергендерін анасына салып та жүрді. Үлкен ұл әуелгіде оқуын тастап, ата-анасының қасына келуді ұйғарғанда. Бір жақтарыңа демеу болам, өзім көмектесемін деп, қысқы демалыстан кейін қалғысы келді. Науқас әкесі де, анасы да қарсы болды. Сендердің көмектерің сол, оқуларыңды бітіріп, өздерің аяққа тұрып, жұмысқа орналасып, тезірек отбасында құра алсаңдар, көзім тіріде сол қызықтарыңды көріп үлгірсем, мына шешелеріңе арқа сүйер болсаңдар, бір түйір қарындастарыңа қамқор бола алсаңдар, басқа айтарым да, сұрарым да жоқ сендерден. Әлі буындарың қатайып та үлгірмеді, тек соған ғана сәл өкінемін. Әйтпесе, Құдайға шүкір, ағайынның ортасындамыз, бәріне кезінде көмегім тиді, елдің ішіндесіңдер ғой. Ешкім сендерді мен кеткен соң қапа қалдырмас. Мына ауру мені дендеп алған сияқты, бұл сырқаттың шырмауынан шыға алмаймын-ау деген болатын. Сол өзі айтқандай, жаман ауру әкелерін алып тынды. Бір отбасының асқар тауы, қолындағы азынаулақ дәулеті, алдында малы, егіс даласы мен мал шаруашылығын айналдырып, өз алдында біраз адамға жұмыс орнын беріп, біршама отбасының нанын жүргізіп отырған ортан қолды кәсіпкер болған. Солай бола жүріп, өзіне келгенде денсаулығы мен жағдайына көңіл бөле алмаған. Өзінде емес, өзгеге де болсын, мендегінің бәріне шүкір деп жүрген әкелері өмірден өтеді. Бүкіл ағайын туыс болып, ауданнан да ағылып соңғы сапарға шығарып салды. Бұл кезде үлкен ұл соңғы курсында, одан кейінгісі екінші курс. Үшінші перзенттері қыз бала алысқа кетпей, анасының жанында серік боп, әрі жүрегі ауыратын анасы үшін осы аудандағы колледждердің біріне оқуға түсіп, бірінші курста білім алып жүрді. Әкесі көзі тірісінде егіс даласына қажетті комбайн, тракторлар, тағы да бірнеше техникалар алған болатын. Соңғы жылдардағы бүкіл өмірін осы кәсіпке арнап, күн демей, түн демей осы істің алға басуын ойлап жүргенді. Артық дүние шашуға, жылтырап киім кимеуге, жоқтан бар жасап, қолына түскен малы болсын, өнімі болсын, оңтайлы пайдаланып, шашау шығармай, артық табысын айналымға салып, ақыр аяғында ауданның көзге түскен кәсіпкерлерінің біріне айналған еді. Сол техникалардың біразы несиеге келген. Енді міне, банктен бірінен кейін бірі мазаны алып, үйге хабарламалар жіберіп отырды. Анасы бала тәрбиесімен, үй шаруасымен ғана айналысып, күйеуінің жұмысына ешқашан араласпаса керек. Хабар алуға, бір жағынан банк мәселесін шешуге күйеуінің жұмыс орнына барады. Ол жақта көмекшісі қайнысы, есеп бөлімінде жиені, кішігірім әр бөлімнің жауапты адамдары ет өнімдерін, сүт өнімдерін, егін өндіру, өңдеу, сақтау және тұтынушыларға тасымалдау. Осындай бөлімдердің барлығы ең соңындағысы мал дәрігері, көршісі, агрономы күйеуінің кішкентайынан бірге өскен досы, не керек біраз қызметкерін де, жұмысшыларын да біршама танитын еді. Қайнылары мен жолдасының қарамағындағылар жылы шырай танытып қарсы алғанмен, әйелді разы етіп қайтаратындай тұшымды ештеме айтпады.
Серіктестік мүшелерінің жалпы жиналысы шешімімен заң актілеріне сәйкес серіктестікті қайта құрып, құқықтары мен міндеттері алыс-беріс актісіне бөлу балансына сәйкес құқық мирасқорлығына ауысады және кредиторлары мен борышкерлерді арасындағы міндеттемелер өзгеріске ұшырайды деді. Кезінде техникаларды алуға байланысты жасалған келісім шарттар көрсетілмеген, ол Жәкеңнің өз қаражатынан алынған. Сондықтан да ол несиені өздеріңізге тиесілі мал басымен өтеп береміз деп, бір жағы түсініксіз, бір жағы көмектеспек болған сыңаймен шығарып салды. Не де болса, өз ағайындары ғой. Талан-таражға түспес. Өз қаражатынан алса, осы жұмысты алға басқызу үшін алды ғой. Неше жылдар бойғы ағаларының адал маңдай терін жоққа шығармас деп қайтқан болатын. Біраз күн өткеннен кейін ұстап үлгерген ірі басты малды сатылымға шығардық. Қыстың қатты басталғаны соншалық мал бөлініп арғы бетте қалып қойды. Ауа райының ыңғайына қарай адам жинап бір күні барып айдап қайтамыз. Сатылымнан түскен мына қаражатты несиені жабуға пайдаланыңыз деп қолына санын да айтпай ұстатты да бір қағаздарға қол қойдыртып алып, қайынсіңлісінің баласы, осы үйдің жиені, шығып кетті. Әйел банкке барып еді, несиенің жартысы ғана жабылды. Енді біраз бөлігін өтеуге тура келеді деп бұны қайтарды. Алыста оқып жатқан балаларын абыржытпайын, алаңдамай сабақтарын оқысын. Елдің ішіндеміз ғой, бірдеме ғып шешерміз деп әрі қарай жүре берді. Қолындағы қызы екеуі жүрек ауруына байланысты шыққан мүгедектігінен алатын зейнетақы мен қызының шәкіртақысымен күн көріп жатты. Әкенің ісін жалғастырар ұлдары алыста, анасының көріп жатқан қиындығынан бейхабар болып уақыт өтіп жатты. Ал әкесімен бірге туысқан інісі мен қарындасы бұрынғыдай істі жүргізе алмады. Жұмысшылары біртіндеп, бірі таксиге, бірі құрылысқа, отбасыларын асырау үшін жан бағып, қалаға қарай кетіп жатты. Қыстың аяғына жетіп қалса да, сыртта қалып кетті деген үйір-үйір жылқы қалың қардан азық тауып жей алмай, аязда қалып, қырылып жатты. Ағасының жиған тергенінің малы болсын, техникасы болсын, қоймадағы егін өнімінің дұрыс сақталмай шірігені бар, әйтеуір кежегесінен кейін кетіп жатты. Әр істің көзін тауып, мәселені бір кесіп шешіп отыратын ағалары кеткен соң, мына істен әбден береке қашады. Ісін жүргізе алмағаны былай тұрсын, бөлінген қаражатпен қалған мал-мүлкі де дым көрмегендей талан-таражға салынып жатты. Я басқа емес, өз ағайынының мұндай көрқаулыққа баруы не дерсің? Ал жесір қалған әйелі Балқадиша болса, сол баяғы денсаулығы сыр беріп, қайта-қайта дәрі ішіп, ол істің бас аяғын ойлауға да, байыбына баруға да мұршасы жоқ еді. Қызы анасының денсаулығының күрт түскенін байқап, ағаларына хабар берді. Дәл осы аралық наурыз айының мерекелеріне сәйкес келіп, екі ұл келісіп, 4-5 күн демалыс уақытын аналарының халін білмекке келісіп, үйлеріне қайтады. Үйге оралғаннан кейін барып, анасы демігіп отырып, банк қағаздарын ұлдарына береді. Үлкен ұлы Елдос біраз шұқшиып қарап отырып, бір шикіліктің барын сезе қояды. Анасына: "Еш уайымдама, мен өзім бұл мәселені шешемін. Құдай қаласа бәрі реттеледі" деп сендірді. Балдарының басы қосылған соң ба, әлде мәселе шешіледі дегеннен бе, анасы көңілін демдеп, сол күні жақсы жүреді. Екі ұл қағаздарын алып, әкесінің інісінің үйіне барады. Амандық саулықтан кейін шай қойғызып, шай дайын болғанша әкесінің қарындасын да шақыртады. Тәтесі мен ағасы отырып, екі балаға қағаздың бәрі мерекеге байланысты іште қалып қойған, енді біз саған ауызша түсіндірейік деп, ең бірінші серіктестік туралы айтады. Әкесі ол жерді бастап ашып, қанша еңбек сіңірсе де, қазір ондай адам орталарында тіптен болмағандай. Өздері би, өздері қожа болып, оның үстіне бар кінәратты ауа райына жауып салып, малдың бәрі қырылды, жұмысшылар да аз қалды, бәрі кетіп қалды. Күштің бәрі өзімізге түсуде, жағдайымыз қиын деп, соңында қара аспанды жау қалдырды. Үлкен ұл әңгіменің бітуін зорға шыдап отыр екен, ашуға булығып сөйледі. Менің әкемнің көзі тірі болса, осының біреусі де болмас еді. Өздеріңмен қоса бүкіл үй іштеріңді асырап жеткізіп еді. Қыстың суығына да, көктемгі егіске де алдын ала жоспар құрып, қай істе де тиянақты еді. Бәрін далаға ағып кетті деп, көздеріңнен сораларың ағып өтірік жылап отырсыңдар. Басқа біреу болса сотқа берер едім. Әкеммен бірге туысқандарыңа рахмет айтыңдар. Әйтпесе,
Әйтпесе бар ғой, ең болмаса осы жұмыс үшін алынған техникалардың несиесін анамның мойнына артып қоймай жауып құтылуға болатын еді ғой. Ағаларыңның аруағынан қорықпадыңдар ма? Мен мына істің ақ-қарасына жетемін. Талай шикіліктің бар екенін сезіп тұрмын. Сендер жұмысты жүргізуге емес, өз құлқындарыңды ғана көбірек ойлағансыңдар. Әйтпесе қызу жұмыс жасап, қанша адамға жұмыс орнын беріп, айлық алып отырған кәсіптен дым қалмады деген не масқара деп будақтатып тұрып тоқтамай сөйледі. Әуелгіде әкесінің інісі іркіліп, мойнын ішіне тығып, балаға тіктеп қарай алмай қалды. Тәтесі болса танауы қусырылып, бұған атылып сөйледі. Әй, сен бала, сонда сен бізге кінә артып кеп тұрсың ба? Кезінде әкең де бізді бір шыбықпен айдап еді. Иә, сол қаттылығымен жұмыс жүретін, бірақ біліп қой, бізде қарап жүрген жоқпыз. Осы жақта бірдеме болсын деп жүрміз. Қолымыздан келгеннің бәрін жасап жатырмыз. Сен үлкен қалада жүрсің, басы қасында болдың ба осы тірліктердің? Көзіңмен көріп, қолыңмен ұстап алғандай айтасың тіптен. Жаның ашса, әкең кеткен соң қалмадың ба осында? Жүрсіңдер шіреніп басқа жақта. Сосын кеп мына жақта бар қиындықты көріп жатқан бізге әңгіме айтып отырсың өзіңше боп. Елдос та қарап қалмады. Жарайды, өзіңше болдың десең, мереке аяқталып жұмыс күні басталғаннан кейін бүкіл жоғалған мал басы мен өлген мал басын түгендеуден бастайын. Серіктестіктің де біздің малдың да жеке нөмірлері болған. Соның бәрін тексеремін. Техникалық базалар мен қоймаларды да қарап шығамын. Ой, пырмай, ойбай, ая. Сенің қандай құқың бар? Сендерге тиесілі мал басын біразын сатып, әкеңнің жеке қаражатынан алынды деген несиені жабуға бергенбіз. Қалған малың қырылып қалды. Серіктестік қазір бүтінде 2 адамға ғана тиесілі. Ол мен және мына көкең. Біздің жұмысымызға жағаласпа. Сендердің ол жақта ештемелеріңде қалған жоқ. Шешеңе бәрін айтып түсіндіргенбіз. Ол кезінде үндемеп еді. Енді сен неменеге шу шығарып тұрсың, Осылайша тәтесі біраз бытпыттады. Елдос болса, біздің шешеміз мұндай іске қарамақ түгілі денсаулығына байланысты басымен қайғы екенін білесіздер. Өзімізге неге хабар бермедіңіздер? Бір қоңырау шалсаңыздар, бізде келетін едік қой. Қысқасы мен бәрін қайта қарауға шешім шығардым. Кеткен мал кетсін, бірақ маған олардың ізі керек. Ертең ол жаққа өзім барып, тоғайлар мен жылқы мен сиыр қоралықтарын көріп қайтамын. Бірер күн оқуыма да кешігіп баруыма тура келіп тұр. Іс қағаздармен танысқым келеді. Ал егер шынымен көз байламға салған болсаңыздар, қаладан заңгерлер мен арнайы бақылау мониторингін жасатамын. Әкесінің інісі: жарайды. Біздің халімізді сұрайын деп келген екен десем, бізді шабайын деп келіпсің ғой. Білгенің істет. Құдайдың басымызға салғанын көрерміз, деді. Туысқандар суық тарқасты. Қайтар жолда келе жатып, Елдостың есіне әкесінің ылғи айтып отыратын сөздері түсті. Жау іздеме, жау басқа жақтан келмейді. Өз араңнан ірткі боп шығады. Көре алмайтын да, күншілдейтінің де өз туысқаның. Туыс бар болсаң көре алмайды, жоқ болсаң бөліп бере алмайды деген. Өздеріңе пысық болыңдар. Сол кезде ешкімнен көңіліңде қалмайды. Осылайша дейтін еді-ау. Ағайында алтау ала болса ауыздағы кетеді деген осы екен-ау. Жәймендеп созбалаңға салып, пендешілік қу тіршілікте адамгершіліктен гөрі қу құлқынның құлы болып кетіпті-ау деп құлази шықты көкесінің үйінен. Елдос пен Жандос шыға сала, ағасының үйінде жаңадан жиналыс басталды. Басқа емес, шынымен де әкесінің туыстары отырып алып, бұлардан бір жағынан секем алса, екінші жағынан ішіп жеп алып, мұртын сипап, дым көрмеген мысықша мызғып отырған қалыптары бұзыла бастады. Мына күшік үндемей өзімен өзі жүре ма десем, біздің шаруамызға жағаласатын түрі бар. Барып көзіммен көріп тексеремін деп қояды. Мерекенің бітуін күтпейді, әуелі мал мен техниканы қарайды. Сен балдарды жібер, жылқыларды бөліп тастасын. Алыс қайдаңдар, малдың қарасын көрсетпеңдер оларға. Сырғалары барын түгелдей сатып үлгіріп едік. Кезінде бұл жерден нан тапсақ, адалынан таптық. Осы тірліктің басы қасында жүрдік. Бізді жатып шер көре ма? Қайтеді мына бала. Әкесі де баяғыда бізді қолда-аяққа тұрғызбай тек жұмсауды білетін еді. Мына бала емес бәле болды ғой, ізімізді аңдып. Осылай деді де әкесінің інісі орнынан тұрып кетті. Қарындасы болса, осының бәрі бар емес пе ше? Құдай біледі деп айтайын. Ана шешелері өтірік аңқау болып, өтірік ауру болып, балдарын бізге айдап салып отырған. Үндемейтіннен үйдей бәле шығады деген осы, әне, көрдің бе?
деп екеуі іштері азан-қазан болып жатты. Әкесінің қарындасы екі баласымен күйеуінен ажырасып келгелі осы ағасының қарамағында жұмыс жасап нәпақаларын табуда еді. Балдарына бірдеме керек десе тауып беріп, жоқ десе барымен бөлісіп отырған ағасына қайтарған жақсылығы осы еді. Қай кезде де осы әкесінің інісімен қарындасына таң қалатын. Ағасы бұлардың жоғын тауып беруге міндетті сияқты, мәселесі болса шешіп беруге дайын болу керек сияқты қарайтын. Бар қиын істі шешіп болғаннан кейін барып, біздің де қолдан келетін еді. Мен болсам үйтер едім, мен болсам бүйтер едім деп ешіретін еді артынан. Ертесіне Елдос жердің басына барып қайтуға шықты. Інісі Жандосқа: сен анаммен қарындасымыздың қасында бол, есіктің алдын, бақтың ішін тазалаңдар. 2 күннен кейін сен қайта бер, оқуыңнан қалма. Мен тағы бірер күн аялдайтын сияқтымын. Жандос ағасына қарап таң қалды. Алдында әкесі тұрғандай болып кетті. Осылайша үйіп төгіп тапсырмалар береді, өзі де тын таппайтын еді. Бұл екі ұл кішкентайынан шаруаға бейім болды. Атқа да мінді, шөп те шапты, мал да айдады, сиыр мен бие де сауды, қора да салды. Ағасы жердің басына кетті де, інісі үйді, есіктің алдын шаруалармен анасына қарауға қалып қойды. Елдос бірінші серіктестік орналасқан жерге келді де далаға келгендей аңтарылып тұрып қалды. Әкесі барда трактор, қосалқы бөлшектер тек жұмысқа дайын күйінде ғана тұратын. Трактор машиналардың бұзылғаны былай тұрсын, шаң басқызбай, іші сыртын әлсін сүртіп тазалаттыратын. Онсыз да шаң басқан жер ғой, несіне шаңын майын күнде сүрте береміз дегендерге сен қалай қарайсың? Ол да соған солай қызмет жасайды, ұзаққа шыдайды. Бірі жер кетіп қалса, бірден жөндетіп отыр деп тапсыратын. Ал қосалқы бөлшектер арнайы орында жабық жерде сақталатын. Әр қайсысының орны мен реттілігі болатын, жинаулы тұратын. Қазір қосалқы бөлшектер тұратын кіші базаның ауласы да іші де шашылып, заттар әр жерде шашылып төгіліп жатты. Темір-терсектердің арасында шөп шалам, ағаштар, қоқыстар толып кеткен. Құдды бір қоқыс алаңына айналғандай. Жылына 2 рет әкпен ақтатып алатын малшылар мен жұмысшыларға арналған үйдің сырты да қарайып, кірлеп, мүжіліп қалған. Ұсақ мал тұратын қоралық бос тұр. Көшпелі вагондар да есігі ашық, терезелері сынған. Бір жылдың бас аяғында әкесі тақада етіп жүргізіп отырған серіктестіктің басына келіп, мұндай азып тозып кеткен, көшкен ел сияқты қаңырап жатқан жерді көремін деп ойламапты. Осылай дел-сал болып тұрғанда мотоцикл айдап жиені келді. Ол 9-шы сыныпты бітіріп, колледж бітіріп, көкесінің қарамағына бухгалтер болып келген еді. Бастапқыда жұмыстың бас аяғын түсінбейтін жас маманға Елдостың әкесі өзі жүріп біраз нәрсе үйреткен еді. Мотоциклдан түсе сап, ассалаумағалейкум деп амандасты. Кеше үйге келіп кеткен екенсіз. Мен шаруалармен шығып кеткен едім, әкемді біраз ашуландырып кетіпсің. Не қыласың? Тірлік бәрімізге ортақ қой, қолымыздан келгенін жасап жатырмыз. Айтарыңды маған айтсаң да болатын еді. Бұл да бір мәселенің бір шетін өзі шешетін адамша сөйлеп қойды. Елдос жиеніне қарап тұрып: былтыр оқуға кетердің алдында ғана мына жерге келген едім. Ендігі мына түріне, мына жерге қарауға болмады ма? Ендігі тек суға ағызып жіберу ғана қалыпты ғой. Жау шапқандай қылыпсыңдар ғой. Әй Елдос, қарауылдар мен жұмысшылар айлығымыз аз деп әлдағандай боп жұмыстан шығып кетті. Сосын қараусыз қалған жерге ішетіндер әуес боп, темір-терсек осы жердің нәрселерін ұрлайтын болды. Неге қараусыз? Сонда сендердің жандарың ашымады ма? Неге еге болмайсыңдар деп сөйледі Елдос. Ой, сен де қоя қойшы. Біздің басқа жұмысымыз жоқ па? Өзімнің қанша қағазым бар деп сылтау айтты. Егер мына жерден мал-мүлкіңнен дым қалмаса, онда қағазыңның не қажеті бар? Ол қағазға не есеп жазып отырсың? Көрсетші маған. Елдос: мен басқа жұмыстармен келдім, қазір саған ештеме көрсете алмаймын. Көрсет дегеніңіз тексеру жасап жатқан. Не істей аласың маған? Деді де жиеніп қаша бастады. Мына бәтуасыз сормаңдаймен ештеме өнбейтін сезген Елдос малдың басы тұратын еңіске қарай кетпекші болды. Бұл кезде әкесінің інісі тағы бірер адамды ертіп алып, қиқулап жылқылар үйірін айдап кеткен еді. Елдос әкесімен бұл жақтың ойын да, сайын да, белін де, белесін де талай жаяу атпен де жүріп, көп аралаған еді. Мына бетке көктем шыға жылқыларды ойыстырасың, күн жылына шөбі шүйгін, қасқыр қарсақтан да сақтануына ыңғайлы.
Қыстай буаз биелерді оңаша ұста, құлынын ертіп жусаған кезде қайта қосарсың деп, әр бас малға өзгеше қамқорлық танытатын еді. Әр үйді алыстан танитын. Қысқы жем шөбін жеткілікті етіп, азық жеткізуді алдын ала ойластырып отыратын. Бұл бетте мал қарауға мініске қалған жылқыдан бір құнан ғана қалыпты. Ол да арықтау, сұрықсыз көрініп тұр. Не де болса тәуекел деп ер тұрман тұратын сарайға келді. Оның іші де шашылып, бұрыш-бұрыштың бәрі көгеріп, шылауы басып қалыпты. Сарайдан шыға бере, бұралып келе жатқан итін байқады. Байғұс мынау Құттөбет па? Иттің де иесімен қинасын деген осы екен-ау. Ширатылып арсалаңдап тұратын, жүні жылтырап, әкесінен бір елі қалмайтын, бұлар келсе де еркелеп, секіріп, ойнақтап жүретін төбет иті де есейіп, тіптен қартайып кеткендей. Арықтап, жүні салбырап, жуан табандары тарбая, аянышты боп келе жатты. Елдосты тани қалды. Қыңсылай құйрығын бұралаңдатып, сендер қайда жоғалып кеттіңдер дегендей отыра қалған Елдостың иығынан, төсінен тұмсығымен тақап, қыңсылап түртіп қояды. Мойнынан басынан сипалап, Елдос итінің қасында біраз аяңдап қалды. Тіптен жігіттің жанарына жас келді. Иттің мұңды көздері мына жердегі жайсыздыққа, адамдарға қарағанда мұның жаны ашитындай жалынышты қарады. Жүре ғой Құттөбет, мен сені өзімен бірге алып кетейін. Екеуміз біраз жерді аралап қайтайық, маған серік боласың деді. Сөйтті де арқасына асынып алған рюкзагынан нанға қосылған ет пен жұмыртқаны шығарып, итке бөліп берді. Бейшара иттің іші қабысып, қарны аш екенін енді байқады. Бұрын ит аяғында тамағы артылып, жанында басын тікірейте күжірейіп жататын. Енді міне кішкене қағазға салып берген тамақты қылқ еткізіп екі асай салды. Осылайша мазаңдау басталған күн әрі қарай жалғасты. Көктемде ойысады деген жерден жылқыларды таппады. Жолай сиырларды көрді. Бірен саян саяқ тайларды көзі шалып қалды. Шынымен малдың бәрі қыстан шыға алмай қалған ба? Бұл кезде әкесінің інісі үлкен баласымен жиенін ертіп, жылқыларды үйре батысқа беттеп алып қашып бара жатты. Бұл жақта көктем келді дегенмен әлі үскірік күн салқын, күнде еңкейіп батуға таяп қалды. Елдос амалсыз артқа қарай бұрылды. Біршама уақыттан кейін будақтаған түтінді көрді. Тезірек атына қамшы басып, шауып кеп қалды. Сөйтсе, бағана өзі көріп кеткен жердің қалғаны өртке оранып жатыр екен. Есеп қисап қағаздары, кіріс шығыс келісім шарттар, тағы да басқа құжаттар бірінші болып өртенсе керек. Мұның бәрі әдейі жасалып жатқан зымиян тірліктер екенін біле қойды. Бұл жақта өрттің шыққанын естіп, анасы тағы ауырып қалыпты. Елдос інісін шығарып салып, өзі тағы бірер күн қалды. Естігені, сақтандыруға қойған серіктестікке қалған шығынды туыс-сымақтары есептетіп жатқанын білді. Осы кезге Елдосқа сана сезімі тек қана қазір ішіп жеуін, барды басып қалуға ғана қызығатын, туыстық, ағайындықтан ада, мұндай адамдармен араздасып та, анам мен қарындасымды қалдырып та жақсылық күтпеспін. Тез бұл арадан кету керек деген ой келді. Сөйтті де анасына да, қарындасына да осы ойын жеткізді. Әкелерінің соңғы жылдық асын беріп, не керек үйін сатуға шығарып, өтіп болам дегенше шамалы уақыт өтті. Елдос та оқуын бітірді. Анасының жиған тергені бар, қорадағы малды сатып, кейін түскен ақшасына бастапқы жарнасын ғана төлеп, 2 бөлмелі Астанадан пәтер алды. Оқуын да бітіріп, жұмысқа орналасуға осы жақтағы досының әкесі көмектесті. Қарағандыдағы інісі де оқуын бітіріп қастарына келді. Елдостың жаны енді ғана тынышталды. Осы шешіміне өзі де риза болды. Анасының да жағдайы түзеліп қалды. Ендігі істеріне береке тіледі. Аралары суып қалған ағайындары біразға дейін араласпады. Тек бұлар қаланың шетінен үлкен жер үй алыпты, үлкен ұл үйленейін деп жатыр екен дегенде, естігенде ғана жылыстап тойға келіп кетті. Елдос ағайыннан алыстадым, елден ұзап кеттім деп абыржымады. Қайта қайырсыз туыстан алыста отырғанымыз жақсы деп ойлады. Ендігі бар ойы інісі, қарындасы үшеуіне тараған ұрпақтарды барынша бір-біріне адал, абыройлы, қамқор етіп тәрбиелеу еді. Өз аралары жақында жасампаз болғанын қалады. Сол тойда әкесінің інісі жылап кетті.
Жетімдерді жылаттым, я, малдарыңды алдымызға салып алдық. Әкеңнің жиған тергенін менің де балдарым бар, оларды да жеткізуім керек. Ал сендер онсыз да пысық қой, өлмейді ғой деп ойлап едім. Серіктестіктен сақтандыру қоры бөлінбеді. Малымыз келесі қыста шынымен түгелдей аязда қырылып қалды. Ел жұрт бетімізге түкірді. Қарындасым қалған дүниеге иелі кетіп, бәрін сатып тынды. Келін түсіріп еді, балдары қайта-қайта ажырасып, екі келін де тұрмады. Не керек, әбден берекеміз кетті. Менің де қанша өмірім қалды дейсің. Тірімде кешірім сұрап кетейін дедім. Бізді кешір. Әкеңнің барындағы берекелі өмірімді сағындым. Өзімде әбден мүжіліп біттім. Ал қош бол, балам, деп үйден жылап шықты. Басқа жұрт той керемет болды деп тарқасқанда, туыстары осылай өз жағдайларын айтып жылап шықты. Бірақ қатайып алған ел дос ләм-мим демеді. Тек амандық тілеп, есік аузынан шығарып сап тұрды. Әңгіменің соңы.